Сәлематсыздар ма достар? Бүгін мен сіздермен мына көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді және құрамында ешқандай химиялық қоспасы жасалынған шоколадный мороженыйдың рецептісімен бөлісемін. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып және қасындағы колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге менен шыққан видео бірінші болып келіп тұрады және жіберіп алмайсыздар. Егер де сіздерге қиын болмаса, лайк басып қойыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз маған сіздерге жаңа видеоларды ізденіспен жасап жаңадан түсіруге көмектеседі. Ал енді мына шоколадный мороженое жасау үшін бізге керегі бірінші сүт. Сүттің үстіне қантты қосамыз. Қанттан кейін декстроза және какао, құрғақ сүт. Одан басқа бізге керегі мынандай сливки 33,3%-тен жоғары, шоколад және крахмал. Крахмалды суға езетін боламыз. Осының бәрін сүттің үстіне құрғақ заттарды түгел араластырып, оны отқа қоямыз. Оттың астын бәсеңсітеміз. Әзірге біз крахмалымызды дайындаймыз. Крахмалға көріп тұрғандарыңыздай кішкене су құямыз да араластырамыз. Ішінде түйіршектеніп қатып қалмау керек. Бір қалыпты қылып араластырамыз. Отқа қойған жаңағы сүтпен араластырған құрамымыз қайнайын деп жатқан кезде ғана біз крахмалымызды оның үстіне қосамыз. Әзірше жақсылап араластырып тұрамыз, себебі түбіне бізге жабысып қалмау керек. Сумен араластырған крахмалымызды құямыз да және де араластырамыз. Тоқтамай араластырамыз. Бізге бір келкі осындай көріп тұрғандарыңыздай қою бір кілегей сияқты бізге сондай құрам шығу керек. Міне астын өте басып қоямыз. Сол кезде қараңыздар, міне қандай болады. Жылтырап, әдемі, сондай қоюлай болып шығады. Сол кезге шейін араластырамыз. Қою болғаны бізге өте жақсы. Міне суығаннан кейін басында мына отта тұрғанда қатты ондай қою емес сияқты, бірақ суығаннан кейін ол қойылады. Оны біз 4 сағат холодильникке қойып қоямыз. 4 сағат бірінші бөлме температурасында суытамыз, одан кейін 4 сағаттай холодильникте тұрады. Сол кезде осындай қою болып шығады. Оны біз миксерлейтін ыдысқа салып, үстіне сливкимізді құямыз 500 грамм. Мен де сіздерге айтайын, бұл жерде жасағанда мен рецептте жазатыннан жарты порциясын жасадым. Ал рецептке мен түгел порциясын, толық порциясын жазамын. Және шоколадтың 50 граммын мен алған шоколадымның 50 граммдарын ғана теркадан өткізіп үстіне қосып миксерлейміз. Байқаңыздар, егер сливкимізді қатты миксерлеп кетсек, бұл сұйық болып кетеді де біздің мороженымыз шықпай қалады. Сондықтан миксердің ізі қалады. Сондай кезде міне көріп тұрғандарыңыздай соны бақылап тұрамыз. Жаңа морозилкадан емес, холодильниктен шыққан қоспамыз, сливкиміз және шоколадымызды қосып араластырамыз бір қалыпқа келгенше. Достар, менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып, сіздерге түсініксіз жер болса пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Міне көріп тұрғандай осындай қоспа шығады бізден, міне көріп тұрсыздар. Сондай әдемі. Бұны және біз бір суткаға енді морозилкаға қоямыз. Бұны мен басқа ыдысқа салдым. Құрғақ таза ыдысқа салып, араластырып, бір суткаға морозилкаға қойып қоямын. Және әр 2 сағат сайын басында болса да 1-2 рет араластырып тұрған жақсы. Сол кезде арасына мұз қатып қалмайды. Міне арасында түйіршіктері бар шоколадтың, өте дәмді, иісі де сондай керемет. Құрамы химиялық қоспадан таза. Балдарға да береміз десеңіздер, қорықпай бере бересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай құрамында химиялық қоспасыз үй жағдайында жасайтын мороженымыз біздің дайын. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де менің видеомды қарап тұрсаңыздар, келесі видео мен кокостан жасалған баунти мороженое болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен.